Сұлтыкөңнің осы саладағы екінші үлкен қызметі ол Қазақ Советтік Республикасының аясына қазақтың түгел атақонысын, қазақтың жерін топтастыруға жасаған еңбегі деп білеміз. 1924 жылдың соңында Орта Азияда ұлттық территориялық межелену саясаты жүзеге асырылды. Осы шараны дайындауда және оны жүзеге асыруда Сұлтыкөң көп еңбек етті. Осындай жұмыстардың нәтижесінде Жетісу, Сырдария облыстары қазақ халқының атамекені, осыған дейін Түркістан АССР-ның құрамында болып келсе, 20 жылдың соңында, 25 жылдың басында осы үлкен алқап Қазақ Республикасына қосылды. Осының нәтижесінде бүкіл қазақ жері бір мемлекеттіктің аясында топтасты. Осы екі бұрынғы Сырдария, Жетісу аталған облыстардың есебінен кейін Қазақ Республикасының құрамында Алматы, Талдықорған, Жамбыл, Қызылорда, Шымкент облыстары шаңырақ көтерді. Ал енді Сұлтыкөңнің тағы да бір атқарған еңбегі 1925 жылы осыған дейін Қазақ АССР-ның орталығы болып келген Орынбор қаласы және Орынбор губерниясы Ресейдің құрамына көшетін жағдай туған кезде енді республиканың астанасын қайда көшіреміз деген мәселе күн тәртібіне қойылды. Бұрынғы Ақмешітті Сұлтыкөң Қызылорда деп атауды ұсынған. Бір жағынан Қызыл империяның бір республикасының астанасы болғандықтан оны Қызыл деп атап, ал енді екінші жағынан ұлттық намысы жетектеген Сұлтыкөң Қызылға орданы қосып, бұрынғы Ақмешіт осы уақытқа дейін Қызылорда деп атанды.